Danışpan bala. Шалқан ертегісі. Баяғыда бір шал болыпты. Шал бақшасына шалқан егіпті. Шал күнде келіп шалқанын суарып жүреді. Дәмді шалқаным, үлкен болып өсе бер. Шалқан күннен күнге өсіп, өте үлкен болыпты. Күз келді. Шал шалқанды жұлуға келеді. Ол шалқанды бар күшімен тартады, бірақ жалғыз өзінің күші жетпейді, жұла алмайды. Шал шаршап, көмекке біреуді шақыру керек екенін түсінеді. Кемпір, келші көмектесші! Қазір шал, көмектесемін. Кемпір шалға жақындап, үлкен шалқанды көріп таң қалады. Кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, жұла алмайды. Содан олар көмекке немере қызын шақырады. Қызым, көмектесші! Қыз әжесінің дауысын естіп, бірден орнынан тұрып. Қазір келемін, көмектесемін. Қыз тез-тез жүгіріп, бақшаға қарай бет алды. Немере қызы кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, жұла алмайды. Немере қызы күштері жетпейтінін түсініп, итін көмекке шақырады. Итім, көмектесші! Ит шалқанды тартуға көмектесу үшін шақырылғанын естиді. Келе жатырман! Ит келіп немере қызын, немере қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, жұла алмайды. Төртеуінің де күші жетпейді. Мысықты шақырайық. Мысық, көмектесші! Мысық алыстан шақырған дауысты естиді. Мяу, қазір барамын. Мысық келіп итті, ит қызды, қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, жұла алмайды. Тағы да көмек қолы керек екенін түсініп, мысық тышқанды шақырады. Тышқан, көмектесші! Тышқан мысықтың дауысын естіп көмекке асығады. Әрине, көмектесемін. Тышқан да қосылып, бәрі бірге шалқанды тартуға кірісті. Тышқан мысықты, мысық итті, ит қызды, қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, ақыры шалқанды жұлып алды. Бәрі қуанып кетті. Ой, жарайсыңдар. Бәріміз бірге істесек, бәрі оңай екен. Тышқан да көп көмектесті. Керемет болды. Бұл ертегі бізге нені үйретеді? Бірлік бар жерде тірлік бар. Шалқанды бір адам тарта алмай, барлығымыз бірігіп күш жұмсап, ақыры нәтижеге қол жеткіздік. Кішкентай болса да, көмектің маңызы зор. Тышқан сияқты ең кішкентай кейіпкер де үлкен іске өз үлесін қосып, септігін тигізді. Қиындықты бірге жеңу жеңілірек. Мәселені бірлесіп шешкенде, тіпті ең ауыр істе жеңіл болады. Қамқорлық пен жауапкершілік. Әрбіріміз жауапкершілікпен әрекет еттік. Бұл да нақты өмірде маңызды сабақ. Қысқаша айтқанда, ертегі бірлескен әрекет, қолдау және әр адамның үлесі маңызды екенін көрсетеді. Дұрыс айтасың, кішкентай тышқан. Иә. Өте маңызды сабақ. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Тағы да қызықты ертегі тыңдағыларың келсе, бізбен бірге болыңдар.